Бауыр адам организмінің ең үлкен безді мүшесі, ағзаның лабораториясы деп атауға да болады. Бауыр тақ орган, сондықтан бауырды барынша токсиндерден қорғауымыз керек. Қорек заттар бауырда жиналады, өңделеді. Бауырдың ерекшелігі онда ауырсыну рецепторларының болмауында, яғни үнсіз зақымдалады. Сондықтан жылына бір рет тексерістен өтіп, дәрігерге қаралған жөн. Бауыр барлық зат алмасу процестеріне қатысады. Белок, май, көмірсу алмасуына да қатысады. Залалсыздандыру және сыртқа шығару қызметі бар. Гормондарды, дәрі-дәрмек және улы заттарды залалсыздандыруға және зат алмасудың қалдық заттарын бөліп шығаруға қатысады. Витамин мен минералдар алмасуына да қатысады. Көмірсудің ағзада ыдырауы ауыз қуысынан басталып, шіңішке ішекте аяқталады. Артық глюкоза бауырда қор болып жиналады. Көмірсу алмасуы орталық жүйке жүйесі мен гормондармен, яғни инсулинмен реттеледі. Бауырдың регенерация процесін медикаментозды еммен бірге дұрыс тамақтануда әсер етеді. Сондай бауырға пайдалы ботқалары туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіз. Көптеген пайдалы ақпараттар алатыныңызға сенімдімін. Менің еңбегімді бағалап, арнаға тіркеліп, келесі пайдалы ақпараттарды білу үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Сіздердің болмашы әрекеттеріңіз мені шабыттандырады. Бауырға пайдалы ботқалардың патшайымы қарақұмық жөнінде айтатын боламын. Ботқалардың пайдасы таза ауыз суда қайнатқан кезде аламыз. Қарақұмық өзінің пайдалы құрамы арқылы артық салмақтан арылуға көмектеседі. Ашығу сезімін төмендетеді. Қарақұмық жүйке жүйесіне жағымды әсер береді. Көңіл күйді жақсартады. Жұмыс істеу қабілетін жақсартады. Сонымен қатар қандағы гемоглобин деңгейін жоғарылатады. Пайдалы құрамы жоғары мөлшерде цинк, фосфор, темір, фолий қышқылы және В6 болуында. Бұршақ тұқымдастар арасында пайдасы жағынан бірінші орында. Қарақұмық лецитинге бай. Ол бауыр ауруларына өте пайдалы. Сонымен қатар құрамында В1, В2, В6, ПП және микроэлементтер калий, магний, фосфор, кальций, марганец бар. Осы керемет құрамының арқасында қарақұмық организмнен ауыр металдарды, артық холестеринді шығарады және антитоксикалық қасиет береді. Пайдалы кеңес: құрамындағы пайдалы заттарды көбірек сақтап қалу үшін жарманы аз термиялық өңдеуден өткізу керек. Сұлы ботқасы, әдемілік ботқасы деп аталады. Сұлыда көп мөлшерде магний, фосфор, В тобындағы группасының витамині, ПП және С витамині бар. Сонымен қатар клетчаткаға бай, ішектер жұмысын және микрофлораны жақсартуға көмектеседі. Ағзадан зиянды заттарды шығаруға көмектеседі, ас қорытуды жақсартады. Сұлы жармасында қоректік заттар бүтін дәндерге қарағанда аз болып келеді. Күріш ботқасы ақыл ботқасы деп аталады. Күріш құрамында жақсы витамин комплекстердің В1, В2, В6, ПП, Е, фолий қышқылы, яғни В9 витамині болуымен ерекшеленеді. Басқа да бай құрамы сорбция қызметі, яғни сіңірілу қызметі. Ол дегеніміз ағзадан зиянды заттарды ерекше шығарады. Нерв жүйесіне жақсы әсер етеді. Ерекше пайдалысы қоңыр күріш. Дәл осы күрішті жапондықтар интеллектке ерекше оң әсер етеді деп санайды. Кеңес: өңделмеген түрін пайдаланған дұрыс. Тазартылған түрінде витамин, минералдар жоқ. Арпа иммунитет көмекшісі, яғни арпаға перловка жатады. Ол амин қышқылдарына бай. Вирустар мен микробтармен күреседі. Сонымен қатар витамин В группасы, А витамин, Д,
және микроэлементтер калий, кальций, темір, мыс, марганец, цинк, хром, йод, бром, фосфор, молибден, никель, кобальт, стронций және ферменттерге бай. Арпа жармасы клетчатка көп болуымен ерекшеленеді. Оны өңделмеген жармадан дайындайды. Назар аударыңыз. Перловка балаларға берілмейді. Тары жармасы жүрек қызметі үшін таптырмас тағам. Қарақұмық сияқты диеталық тағамға жатады. Тары ағзаға жақсы сіңеді. Оны бауыр ауруларында, ас қорыту жүйесі ауруларында, қант диабетінде және атеросклерозда ұсынылады. Бұл жарма минералды заттарға бай. Оның ішінде ерекше жүрек жұмысы үшін калий, магний және ПП витаминдері бар. Тары құрамында сонымен қатар пайдалы микроэлементтер цинк, мыс, марганец бар. Ерекше құрамы арқасында холестерин алмасуын қалыпқа келтіреді. Антиоксидантты қасиеті арқасында организмнен зиянды заттарды шығарады. Құрамында магний, фосфор, кальций, амин қышқылдары, В2, В5, В6 витаминдері бар. Тары, айта кететін жағдай, тары ұзақ сақтауға келмейді. Тары уақыт өте келе бұзылғанда жағымсыз дәм береді. Содан құтылу үшін жарма дайындау алдын жақсылап ыстық сумен немесе салқын суға жібіту керек. Келесі жүгері ботқасы. Ішек мәселесі бар адамдарға жақсы көмектеседі. Жүгері жармасы алмастырылмайтын амин қышқылдары, лизин, триптофан, витаминдер В1, В2, С, ПП витаминдеріне бай. Сонымен қатар каротин, провитамин А және де жүгеріде клетчатка көп. Организмнен зиянды заттарды шығаруға көмектеседі. Егер ішектерде ашу процесі бар адамдар рационда жиі пайдаланған жөн. Ағзаның жалпы жағдайын жақсартып, иммунитет көтеруге көмектеседі. Жылдың салқын мезгілдерінде пайдаланған жөн. Ботқаның пайдалы жағымен қатар теріс жақтары да болады. Яғни ботқа қандағы глюкозаның тез көтеріліп, тез сіңірілуіне әкеледі. Соның салдарынан семіздік пен қант диабеті даму қаупі жоғарылайды. Осы жағдайға байланысты ботқа пайдасын анықтауда гликемиялық индекс көрсеткіштерін анықтаймыз. Төмен гликемиялық индекс 55-ке дейін, яғни оларға қарақұмық, сұлы, күріш жатады. Орташа гликемиялық индекс 55 пен 70 мөлшерінде қоңыр күріш ботқасы, сұлы ботқасы, тез дайындалатын сұлы ботқасы жатады. Жоғары гликемиялық индекс 70-тен жоғары. Оған ұнтақ жармасы, яғни манная каша жатады. Қаншалықты гликемиялық индексі төмен, семіздік пен қант диабеті даму қаупі төмен. Ақпарат пайдалы болса, арнаға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіңіз.